Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 129 сабағымызды орындайтын боламыз. Балалар сабақты бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыршаны басып қойды ұмытпаңыздар. Бізде сандар мен шамалар. Бірінші тапсырмаға қарайық. Жаз дейді. Bir таңбалы сандар тізбегін кему ретімен жазу керек. Яғни бір таңбалы санды кему ретімен жазатын болсақ, ол бізде 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Енді ән нұсқасында толық ондықтар тізбегін өз суретімен жазайық. Яғни ол бізде 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 болады екен. Бұл нұсқасында толық жүздіктер тізбегін кем ретімен жазу керек. Ол бізде 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300 және 200 жүздіктеріміз болады екен. Екінші тапсырма цифрымен жаз дейді. А нұсқасында 46, 72, 90. 46, 72, 90. Ән нұсқасында 5 ондықтан және 3 бірліктен тұратын сан, ол бізде 53 болады екен. Үшінші тапсырма өрнекте дейді. А нұсқасында 3 дециметр, 9 сантиметр, сантиметрмен, 70 метрді дециметрмен, 47 сантиметр дециметрмен және сантиметрмен дейді. 3 дециметр 9 сантиметр, ол бізде 39 сантиметрге тең. 70 метріміз, ол бізде 700 дециметрге тең. 47 сантиметріміз, ол бізде 4 дециметр және 7 сантиметрге тең болады. Ән нұсқасында 3 центнерді килограммен, 200 килограмды центнермен дейді. 3 центнер бізде ол 300 килограмды білдіреді. 200 килограм ол бізде 2 центнер болады екен. Енді бұл нұсқасында бір тәулік 5 сағатты сағатпен, 95 минутты сағатпен және минутпен дейді. Бір тәулігіміз 5 сағат бізде 29 сағатты білдіреді екен. Енді 95 минутымыз ол бізде 1 сағат 35 минутымызды білдіреді. Төртінші тапсырма амалдарды орында дейді. Жақша ішінде 60 қосылған 40, шақшаның сыртынан 90 тұр. Ең бірінші біз шақшаның үшін орындаймыз. 60-ты 40-қа қосақ 100, 100-ден 90-ды аламыз, мәніміз 10-ға тең. Келесі. Екінші, бұл жерде біз көбейту амалын орындаймыз. 2 мен 8-ді көбейту аламыз 16. Енді 16-ны 4-ке бөлейік және 3-тен азайтамыз. Бірінші 16-ты 4-ке бөлсек, мәніміз 4 болады. 4-тен 3-ті алсақ, мәніміз 1-ге тең болады екен. Үшінші амалда бізде ең бірінші 3 көбейтуіміз дәл солай қалдырайық. Шақшаның үшін орындаймыз. 6-ны 2-ге қосамыз, мәніміз 8. 3-ті 8-ге көбейтіп 4-ке бөлетін боламыз. Сонда тең 24-ті 4-ке бөлетін болсақ, мәніміз 6-ға тең. Келесі. Бізде ең бірінші 35-ті дәл солай алып қойып, қосу амалымен 27-ні 7-ні алып алайық, 20 болады. 35-ке 20-ны қоссақ, мәніміз 55-ке тең. Келесі. Бұл жерде бірден біз бөлу амалы, сосын көбейту амалын орындаймыз. Соңында қосу амалын орындайық. 28 4-ке бөлейік 7. 3 пен 9-ды көбейтіп алсақ 27. Енді 7-ні қосу амалы, яғни 7-ні 27-ге қоссақ, мәніміз 34-ке тең. Келесі. 4 көбейтілген жақша ішінде 9 айтылған 8 қосылған 5 делінген. Бұл жерде бірінші 4 көбейтуіміз солай алайық. 9-дан 8-імізді аламыз. Жақшаның ішін орында ол бізде мәніміз 1-ге тең. Және оған 5-ті қосамыз. 4-ті 1-ге көбейтсек 4, 4-ті 5-ке қосақ, мәніміз 9-ға тең екен. 5-ші тапсырма амалдарды орында дейді. Бұл жерде 6 метр 5 дециметр қосылған 7 метр 9 дециметр дейді. Ол бізде 13 метр 14 дециметрді білдіреді. Қосқан амалда енді онда айналдырамыз. 14 метр 4 дециметрге айналдыруға болады екен. Келесі 3 тәулік 8 сағат қосылған 7 тәулік 20 сағат. Яғни ол бізде 10 тәулік 28 сағатты білдіреді. Енді оны түрлендірек 11 тәулік 4 сағат болады екен. Келесі 9 сағат 6 минут аламыз, 5 сағат 36 минутты тең. Яғни жақша ішіне 8 қосылған 1 сағат 6 минут, одан аламыз 5 сағат 36 минутымыз. Сонда 8 сағат 36 минуттан аламыз 5 сағат 36 минут тең. Сонда 3 сағат 30 минутымызға тең. Келесі 7 дециметрден аламыз 3 дециметр 5 сантиметр. Ол бізде 6 дециметр 10 сантиметр деп алайық, және аудан аламыз 7 дециметр 5 сантиметр. Сонда түрлін азайту амалы орындалған кезде 3 дециметр және 5 сантиметрді білдіреді. Енді 7 килограмды көбейтеміз 4-ке, қосамыз 39 килограмға. 7 килограм 4-ке көбейтіп 28 килограм, 28 килограмды 38-ге қосатын болсақ, бізде 67 килограмға тең. Келесі 1 центнерден аламыз 8 килограмды, оған көбейтеміз 5-ті. Сонда ол бізде 1 центнерді 100 килограм бар. Демек 100 килограм 8 пен 5-ті көбейтсек 40
яғни 40 килограмм болып, 100 килограммнан 40 килограмм болсақ, мәніміз 60 килограмм болады екен. Балалар, осымен біздің сабағымыз тамам. Менің каналым пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта біз кездескенше.